Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде қарапайым математика сабағы. Сабақтың тақырыбы 1-ден 10-ға дейінгі сандар. Сабақтың мақсаты балаларды түрлі есеп шығара білуге үйрету. Ойын арқылы есте сақтау қабілетін дамыту. Танымдық, шығармашылық белсенділіктерін арттыру. Сабақты бастамас бұрын балалар шаттық шеңберін орындайық. Қайырлы күн, достым. Қайырлы күн болсын. Сейсенбінің сәті сәттілікке толсын. Біздің алар бағамыз кілең бестік болсын. Жарайсыңдар. Әрі қарай балалар, бүгінгі біздің сабағымыз мақтағыз бен мысық ертегісі желісімен орындалады. Біз мысыққа көмек берейік. Сиырдың тапсырмасы. Орналастыр ойыны. Сандарды өсу ретімен 1-ден 10-ға дейін орналастырып көмектесейік. Жарайсыңдар. Келесі ағаштың тапсырмасы. Кім білгіш ойыны. Бір таңбалы сандарды қосу амалын орындаймыз. Келесі қыздардың тапсырмасы. Сылдыр сырғалар серікті сәтін орындайық. Құлағымда сырғалар. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. Саусақтарда сақина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Орнына тез қон. Тамаша. Келесі бізде дүкеншінің тапсырмасы. Кім тез есептейді? Мен берілген есептерді оқып отырайын. Сендер жауабын айтыңдар. Ақ балапан, сары балапан, шұбар балапан, қара балапан. Барлығы неше балапан? Осында бізде 5 есеп берілген. Тамаша, жарайсыңдар. Тауықтың тапсырмасы. Көршісін тап ойыны. 0 және 2. Бұл жерде көршісі 1. Түсіп қалған сандарды тауып орнына қоямыз. Сандарды тура және кері сана. 1-ден 10-ға дейінгі сандарды тура және кері санаймыз. Жарайсыңдар балалар. Тышқанның тапсырмасы. Цифрлар қайда жасырынған? Берілген үйдің суретінде әр жерде сандар жасырылған. Сол сандарды табамыз. Келесі бізде мақтағыздың тапсырмасы. Санамақ айтыңдар. Жарайсыңдар. Салыстыр. Бұл жерде жемістердің суреті берілген. Сол суреттерді алма және алмұртты салыстырамыз. Өріктерді шемен салыстырамыз. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақты балаларды бағалаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды.